Бүгінгі кешкі асқа осы бір ерекше тағамды жасауға кеңес беремін. Ерекшелігі кесесімен бірге жей беретін боласыз. Солай болса алдымен қызып тұрған майға етті салып қуырып, пияз салып қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасы және қызанақ салып қуырып, сәбіз, картопты да салып қуырып, тұз бұрышын қосып, бір стакан су құйып астын басып, баяу отта бұқтыратын боламыз. Енді нан илейміз. Жылы суға бір жұмыртқа, ертілген сары май, тұзымыз сап араластырып, үстінен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді осы қамырды бірнеше бөлшекке бөлетін боламыз. Өзіңіздің кесеңіздің санына қарай бөліп аласыздар. Менде мына жерде 6 бөлшекке бөліп алдым. Енді осылай жайып, топтамалақ етіп кесеміздің үстінен осылай барлығын қойып шығатын боламыз. Енді бетінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және әдемілік үшін кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады. Мен мына жерде қара кунжут септім. Қызып тұрған пеште 180 градуста. Енді қызарғанша 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кеселеріміздің барлығы толығымен пісті. Ешқандай да жабыспайды, оңай алынады. Үстіне міне біз салмасын салып, пиязын салып, ұсына берсеңіздер болады. Видео пайдалы болса, парақшаға тіркеліп, рецепт сақтап алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.